Атырауда биыл масаларды дрон арқылы улау жоспарланып отыр. Жауаптылар адам аяғын баса алмайтын қиын аумақтарды осылайша арнайы құрылғының көмегімен зарарсыздандырмақ. Ал мұндай дезинсекциялық жұмыстарды жүргізу үшін 2 бөлек тендер өткізу көзделіпті. Ол үшін қазынадан 200 миллион теңге бөлінбек. Қазір мемлекеттік сатып алу порталында конкурс жарияланған. Сондай-ақ зиянкестермен күрес қала маңындағы 6 округте де жүргізілмек. Мердігерге қойылатын талаптар бұл жерде банағыдай арнайы техника, олау нелері, техникалары, сонымен қатар мобильдік бригада, бірнеше топтан тұратын, және де демалыс күндері немесе түнгі уақыт тәулікте жұмыстарын жүргізу жұмыстары. Сонымен қатар мына маса аулау дәрісіне қатысты, ол банағыдай адам өміріне зиян әкелмейтін, және де тек қана масаларға қарсы жұмыс жасау бағытталған дәрі қолдану керек.